Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай өте оңай вареньемен жасалатын пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге май қажет, май немесе маргарин. Содан кейін чайная ложка разрыхлителя қосамыз. Аздап тұз қосамыз. Сахарный пудра қосамыз. Секердің орнына сахарный пудра қосуға болады. Сахарный пудра болмаса, секер қосыңыз. Содан кейін бір жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр жасаймыз. Осылай жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамырды дайындап болғаннан кейін екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін мұздатқышқа салып қоямыз. Екінші бөлігінен основа жасаймыз пирогқа. Екінші бөлігін вареньені құйғаннан кейін салмасын. Сол екінші бөлігін алып қалған морозилкадан алып, үстінен түркімен өткіземіз.